Саламатсыздар ма, құрметті серіктестер, осы чатта отырған, осы жобаға келіп отырғандар. Мен де сіздің көптің бірі болып, осында чатқа менің сіңілім қосып жатыр. Мен өзім как фармацевт ретінде мына айызды мен аптекте істегенде екінші фракциясындағы ішіп жүрді. Онда өте таптырмайтын, сондай өте керемет, өте жаңағы қиын жағдайларда жазылып болмайтын ауруларға жақсы деп жұрттар осы сол кезде ішіп жүрді. Біз ол кезде жаспыз ғой, енді мен онда жұмыс істеп жүргенде. Біздер айысты третий фракциясына біздер май жасап жүрдік. Онкологический аурудың жаңағы кожные заболевания разных степеней, не трудно заживающие, жаңа псориаз, сондай бір нелер болды ғой, кожные заболеваниялар. Сол кездерде сондай біздер маздер жасап жүрдік составымен. Өте иісі деген сондай, енді иісі бар әрине. Біздер соны дайындап жүрді кезінде. Мен қазір пенсиядағы адаммын, жасым 66-та. Бірақ та жаңа мен осы керемет продукцияны келіп отырған естігенде, әрі де өте тиімді свечи түрінде. Іше алмайтын адамдарға иісі бар деп өте не болса, бұл свечи түрінде келіп жатыр екен, өте біз қуаныштымыз. Свечині өзім заказ беріп отырмын, әлі бастаған жоқпын. Бұйырса, свечи келгеннен кейін результаттарды бәрін айтамыз. Менің заказ бергенім чагасы, свечидің желудочно-кишечный тракты заболевания, псориаз деппін ғой, цистит, миома, женские заболевания, всякие там несінде барған. Енді осы компанияны бізге әкеліп, таныстырып, бізге соның пайдасын көрсетіп отырған серіктестерге рахметімді айтам. Бәрімізге де тек Алла тағала денсаулық әкелсін, бәрімізге де тек осыған ниеттеніп, осыған сеніп отырған адамдардың барлығына да әйтеуір жақсы результаттар болсын деп айтам. Енді осы чатта отырғасын бөлсейік, айтып отырайық, кім қандай результат алып отырған. Өйткені бәр үміттеніп, ауырмайтын адам жоқ, екінің бірі қазір ауырады. Соған жаңағы результаттарды айтып отырсын деген ойдамын. Сосын шығып отырмын. Рахмет сіздерге. Кеш жарық, құрметті чат қонақтары. Бұл дары деген керемет енді. Біз бір ай болдық осы свечамен айланысып жұмыс істеп жүрміз. Алматыда бір ай болдық. Сонда жақсы результаттар болды. Геморрой, простатит, женские заболевания, аденомы простаты, геморрои, повторюсь. Потом грыжи, позвоночные, грыжы бар, протрузия дискқа күштіп көмектеседі. Бір случай болды, бізде онкологиядан бетін бер жаққа қаратқан бір ағамыз бар. Уже үйге жіберіп тастаған екен, списать етіп. Сонген бір апайдың даже видеосы бар, после инсульта аяғын сүйретіп жүрген апайымыз қазір билеп жүр. Сондай видеодарымыз бар. Керек болса жіберейік осы чатқа.